Құрметті әріптестер, УМИ клуб жобасында 5 түрлі бағдарламасы бар. Соның ішіндегі жантақ өнімге байланысты қалай табыс табу қысқаша информация беремін. Жантақ өнімні өзіңізге сатып алу арқылы 5 түрлі табыс табуға болады. Бірінші рефералды бонус, екінші структурный бонус, үшінші тур бонус, төртінші авто бонус, бесінші үй алу бонусы. Қазіргі таңда компанияда 5 түрлі өнім бар. Сол старт пакетінде тіркеген кезде 30 мың теңгеге бір өнім беріледі. Старт плюс пакеті, яғни 60 мың теңгеге тіркесеңіз 2 өнім беріледі. Егер де про пакетпен тіркейтін болсаңдар 150 мың теңгеге онда 5 өнім беріледі. Ал егер де макс пакетпен тіркейтін болсаңдар, ең үлкен пакет 300 мың теңгеге 10 өнім беріледі. Егер де сіздер старт пакетпенен тіркеліп бір өнім алатын болсаңдар, бірінші уровеньнен, яғни бірінші қатар деп айтылады, бір адам тіркелсеңдер 6 мың теңге аласыңдар, екінші адам тіркелсеңіз 6 мың теңге аласыңдар, ал үшінші адам тіркеген кезде бұл жерде тройной ақша түседі, яғни 18 мың теңге ақша аласыздар. Әрі қарай сіздер бірінші линияңызға адамдар тіркей беретін болсаңдар, тап осылай сіздерге түсіп отырады. Яғни 4 пен 5-ші адам келетін болса, сіздерге 6 мың теңгеден түседі, ал 6-шы адам келетін болса, 18 мың теңге тройной ақша түседі. Келесі 7 мен 8-ден адам тіркейтін болсаңдар, келесі 9-шы адам келгенде уже 18 мың ақша түседі. Ал енді структура бойынша айтатын болсақ, сіздің пакетіңізге байланысты, яғни 30 мың теңгемен тіркеліп тұрсаңыз, бірінші уровеньнен 3-ші уровеньге дейін сіз структурный бонус алып отырасыздар. Структурный бонус ол пакеттеріне байланысты түсетін ақша. Например, командаңызда біреу 30 мың теңгеге жантақ өнім алатын болса, одан 1000 теңге ақша түседі. Егер де командаңызда 60 мың теңгеге 2 жантақ алатын болса, онда 2000 теңге ақша түседі. Міне осылай 150 мыңға тіркелсе, немесе 300 мыңға тіркелсе, көрсетіп тұрғандай суммаларын алып шығады. Яғни 150 мыңға 5 мың теңге, 300 мыңға 10 мың теңге сіз структурный бонустан алып отырасыздар. Егер де сіздер 60 мың теңгемен бизнес бастайтын болсаңыздар, 2 өнім аласыңдар. Және бұл жерде реферальный бонус, яғни бірінші уровеньнен 12 мың ақша түседі. Яғни 60 мың теңгеге тіркелетін болса. Екінші адам келетін болса, тоже 12 мың ақша түседі. Ал үшінші адам келетін болса, ол жерде 3 есе ақша төленеді. Яғни 36 мың теңге. Сол банағы келген адамның 60 мың теңгемен тіркелгенге байланысты. Әрі қарай сіздер бірінші линияңызға адам тіркей беретін болсаңыздар, яғни 4-ші адам, 5-ші адам келетін болса, 12 мыңнан ақша аласыңдар да, ал енді 6-шы адам келетін болса, 36 мың ақша түседі. Келесі тағы 7-ші адам, 8-ші адам келетін болса, 12 мыңнан ақша алып отырсаңдар, уже 9-шы адамнан 36 мың теңге ақша түседі. Осылай бірінші линияңызға адам шақыра беруге болады бұл жерде. 60 мың теңгемен тіркелгеннің бір плюсы 6-шы уровеньға дейін ақша түседі. Структурный бонус ол пакеттеріне байланысты түсетін ақша. Например, командаңызда біреу 30 мың теңгеге жантақ өнім алатын болса, одан 1000 теңге ақша түседі. Егер де командаңызда 60 мың теңгеге 2 жантақ алатын болса, онда 2000 теңге ақша түседі. Міне осылай 150 мыңға тіркелсе, немесе 300 мыңға тіркелсе, көрсетіп тұрғандай суммаларын алып шығады. Яғни 150 мыңға 5 мың теңге, 300 мыңға 10 мың теңге сіз структурный бонустан алып отырасыздар. Үшінші пакетіміз про пакет деп айтылады. Яғни 5 өнім аласыңдар про пакетке. Тіркелу бағасы 150 мың теңге. Енді қараңыздар, бұл жерде реферальный бонус 150 мың адам шақыратын болсаңдар 30 мың теңге түседі. Бірінші адам шақырсаңыз. Ал екінші адам шақырсаңыз 30 мың теңге түседі. Егер де үшінші адам шақыратын болсаңдар, тройной ақша түседі, яғни 90 мың теңге ақша түседі. Міне енді ары қарай өздеріңіз бірінші линияңызға адам тіркей беретін болсаңыздар, мысалы 4-ші мен 5-ші адам келетін болса, онда 30 мыңнан ақша аласыңдар да, ал 6-шы адам келетін болса, тройной ақша түседі, бұл жерде 90 мың теңге. Келесі уже 7-ші адам, 8-ші адамнан 30 мың теңге алып отырсаңыз, уже 9-шы адамнан 90 мың теңге ақша түседі. Структурный бонус ол пакеттеріне байланысты түсетін ақша. Например, командаңызда біреу 30 мың теңгеге жантақ өнім алатын болса, одан 1000 теңге ақша түседі. Егер де командаңызда 60 мың теңгеге 2 жантақ алатын болса, онда 2000 теңге ақша түседі. Міне осылай
жүз мыңға тіркелсе немесе 300 мыңға тіркелсе көрсетіп тұрғандай суммаларын алып шығады. Яғни 100 мыңға 5 мың теңге, 300 мыңға 10 мың теңге сіз структурный бонустан алып отырасыздар. Төртінші пакет ол макс пакет деп айтылады. Тіркелу бағасы 300 мың теңге тұрады. Енді қараңыз, 300 мыңға сіз 10 өнім аласыздар да, бұл жерде бірінші уровеньнен 12-ші уровеньге дейін структурный бонус жақсы ақша түседі. Қараңыздар, реферальный бонус бұл жерде бір адам шақырсаңыз 60 мың теңге ақша аласыңдар, екінші адам шақырсаңыз 60 мың теңге ақша аласыздар. Ал үшінші адам шақыратын болсаңдар 180 мың теңге ақша түседі. Мына салған ақшаларыңызды сразу қайтарып аласыңдар. Ары қарай сіздер бірінші линияңызға көбірек адам шақыра берсеңдер, көп ақша түседі. Қараңыздар, 4-ші адам, 5-ші адам сіздерге мына тіркелетін болса 60 мың ақша түседі. Ал енді 6-ші адам келетін болса 180 мың ақша түседі. Міне осылай келесі 7-ші адам, 8-ші адамнан сіз 60 мың теңге алып отырсаңыз, 9-ші адамнан уже сіздерге 180 мың ақша түседі. Структурный бонус ол пакеттеріне байланысты түсетін ақша. Например, командаңызда біреу 30 мың теңгеге жантақ өнім алатын болса, одан 1000 теңге ақша түседі. Егер де командаңызда 60 мың теңгеге 2 жантақ алатын болса, онда 2000 теңге ақша түседі. Міне осылай 100 мыңға тіркелсе немесе 300 мыңға тіркелсе көрсетіп тұрғандай суммаларын алып шығады. Яғни 100 мыңға 5 мың теңге, 300 мыңға 10 мың теңге сіз структурный бонустан алып отырасыздар. Құрметті әріптестер, бұл жерде ескерту. Қараңыздар, сіздер рефералдан, мысалы, 3-ші адам келіп 18 мың ақша түсетін болса, жоғарғы структураға бөлінбейді. Тек қана өзіңізге реферал болып түседі. Сол сияқты 36 мың теңге, 90 мың теңге, 180 мың теңгені өздеріңіз аласыздар. Яғни рефералдық бонус. Структура бойынша жоғарға ол жерден бөлінбейді. Келесі бонус түрі тревел бонус, автобонус, пәтерный бонус. Енді қараңыз, бұл жерде командамен 10 миллион товарооборот жасайтын болсаңдар 3 миллион теңге түседі. Яғни теңгемен шығарып алуға болады, немесе саяхатқа шығуға болады 2 адамға. Ал егер де команда арқылы 50 миллион теңге товарооборот жасайтын болсаңдар, 15 миллион теңге машина алуға ақша береді, немесе ақшалай алуға болады. Ал егер де командамен 250 миллионға товарооборот болса, онда 45 миллион теңге тұратын пәтер алуға болады, немесе ақшалай алуға болады. Бұл жерде барлығы накопительный түскен ақшаларыңызды Каспий Голдқа шығаруға болады. Бұл жерде басқа компаниямен айырмашылығы, мысалы, сіз қазір 30 мың теңгемен тіркеліп тұрсаңыз, бір өнім алып, сіз кез келген адамды пакеттегі шақыруға болады. Мысалы, 30 мың адам шақыратын болсаңыз, сізге 6 мың ақша түседі. Ал егер де сіз 60 мың теңгеге адам шақыратын болсаңыз, 12 мың ақша түседі екінші адамнан. Ал үшінші адамнан сіз мысалы 300 мыңға адам шақыратын болсаңыз, үлкен пакетке, онда 180 мың теңге ақша түседі. Бір айырмашылығы осы жерде де, даже аз кішкентай пакетпен тұрсаңдар да, үлкен адамдарды шақыра беруге болады бұл жерде. Бұл жерде тағы да бір плюсы, қараңыздар, сіздер бірінші линияңызға адам шақырасыздар ғой, сосын шақырған адамынан сіздер реферальный бонус пайда көресіңдер, қанша адам шақырсаңда. Енді сол шақырған адамды сіз кез келген адамның астына қоя аласыңдар. Яғни бірінші адамға қойғыңыз келе ма, екінші адамға қойғыңыз келе ма ол адамды, үшінші адамға қойғыңыз келе ма, өзіңіз еркімен қоясыз да, сол кімге қойдыңыз, сол адамға структурный бонус түседі. Өзіңіз реферальный бонус аласыз. Ал енді банаға адам шақырмай отырған адамның астына қоятын болсаңыз, ол кісілер структурный бонус алады. Яғни қандай пакетке кірді, соған байланысты структурный бонус түседі бұл жерде.